Сәлем оқырман. Бүгін болса Мадинаға екі таңдауға салынды. Ернар мен Мақсат бір қызға ғашық болып қалған екен. Жігіттерге бір қызға таласып қалды. Кімді таңдады деп ойлайсыздар? Мадина кімге көп сенімі болды? Иә, таңдауын жасады ол Ернар. Шешімі қызық, енді менімше ештеңе шықпайтын секілді. Бірнеше кездесуде болып жараспадық дейтін секілді. Және бүгінгі бағдарламада жаңа қатысушы Эдуарда келді. Бірнеше жігіттің көзі түсті қызға. Айбек пен Эдуарданың арасында бір достық болып еді ғой. Мүмкін сол махаббатқа ұласып кетер. Енді оқырманның пікірін оқып көрсек. Неге ескі қатысушыларды ала береді? Жаңа қатысушы керек қой, бұрынғылар қызық емес. Ешкім танымаған адам келсе жақсы еді. Енді үміткерлердің бәрі Эдуардаға келеді. Қатысушы жігіттерде шетінен бұл қызға сөз салады. Неге осы ескі қатысушылар айналып келе береді, нәтижелері жоқ? Джулия рас айтып отыр. Оған несіне? Атака жасап отыр. Концертке шақырған Ернарға неге олай шақырасын деп айтпай. Бауыржан осы қыздарға бір емес 2-3 жігіт жабылып жатқанда мәз болып жыртындап отырады. Ұлдарға қыздар бірдеңе айтып жатса тоқтатып мазасы қашады. Осы сезонның жігіттері ұсақталып кеткен. Бір қызға 2-3 жігіт жабылып айғайлап отырады. Қарға қарғаның көзін шұқымайды деп бір-бірін қолдап. Мына жерге 30-дан асқан, ақыл тоқтатқан бір екі ер азамат керек. 23-24 жастағы балаларды жинап алған. Әр қызға бір ырбындап, не істеп отырғанын білмейтіндер елге не пікір айтады? Мадинаның Джулияның тарапына жасағаны дұрыс болмады. Бәрібір Ернар екеуі ұзаққа бармай. Мадина осы таңдау үшін қателескенін кейін түсінеді. Осы жағдайды кім Мадина түсінуі керек еді. Ер жігітпен еңлік ортаға шықса болды, Мадинаны түсіріп отырды. Енді Ернар екеуі бірігіп Джулияны түсіріп бастап жатыр. Бұлай біреуді түсіріп, мазақ қылып басталған таныстық ұзаққа бармаған, ештеңе шықпаған дейді оқырмандар.